Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен мен Айдана. Бүгін біз сіздермен ең дәмді, ең керемет балды торт әзірлейміз. Ол үшін видеомды толық қарап шығыңыздар. Ең алдымен біз отта қызып тұрған осындай ыдысымызға 100 грамм балымызды құйып, жақсылап астын қыздырып, араластырамыз. Сұйық болғанша араластырамыз. Және бір шай қасықпен ас содасын қосып жібереміз. Және жақсылап көпіргенше араластырамыз. Сарғыш түске енгенше араластырамыз. Дайын болған сияқты астын өшіріп, суытып қоямыз. Бисквитімізді даярлаймыз. Бисквитімізге жұмыртқамыз, ұнымыз, сұйық майымыз, қант, бір шай қасықпен қосқыш және ванилин қажет болады. Астына описаниеге қалдырып кетемін рецептерін. Жақсылап миксермен араластырып, сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып, араласып болғаннан кейін суытып қойған балымызды құямыз массамызға. Және оны да жақсылап миксермен араластырамыз. Ванилинмен бір шай қасық қосқышымызды ұнымызға салып жібереміз. Жақсылап араластырып, електен өткіземіз ұнымызды. Жақсылап миксерлейміз. Біздің массамыз дайын болды. Осындай формамызға мен сары майымды ерітіп жағып аламын. Және дайын болған массамызды формамызға құямыз. Жарты сағат уақытқа 200 градуста пісіріп аламыз. Және креміне мен 15% қаймақ және сгущенка қолданамын. Екеуін жақсылап араластырып аламын креміне. Дайын болған бисквитімізді суытып қоямыз. Және мен 2 бөлікке бөлемін. 3 бөлікке бөлсеңіздер де өз еріктеріңіз. 2 бөлікке бөліп, кремін жаға бастаймын. Екіншісінде дәл осылай жағамыз. Жан жағында тегістеп, әдемілеп жағып шығамыз. Мен кішкене бисквитімнен алып қалған едім. Бетін безендіруге. Майдалап безендіреміз бисквитімізбен. Мен тортты туған күнге істеп жатқандықтан осындай затпен безендіремін. Видеомы ұнаса лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз әрдайым дәмді болсын. Және каналыма міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Сау болыңыздар.